Осылай түсірсем қалай кетеді? Қалайсыздар, достар, жағдайларыңыз жақсы ма? Ал бізде, как обычно, үйдегі тірлік. Ешқандай жаңалық жоқ. Қазір ана жақта кухняның жапқыштарын түсіріп, андай-мындайлар жуайын деп жатырмын. Пока что осы қыздар мен қасым не болып тұр, біртүрлі болып жүріп тастаған ба? Кеше атыраудан жолдыртып едім. Елі жақсы ма, айта кетсеңіздерші. Сосын кеше шашымды көрсеттім ғой да. Мынандай цвет деп ашып көрсетіп тұрған жоқ, кеше көрсеттім. Так соны жаза кетіңіздер, не болып тұр, үйлесе ма осы цвет деп. Сол бүгінгі күніміз кеттік, енді жалғастырайық. Обед беріп тастап, ыдыстарын жуып жатырмын. Так, екінші каналымызға қазір видео түсіреміз. Соған қыздарым дайындалып жатыр. Сценарий жазып. Басқа не айтамыз? Қазір нан пісіргім керек деген сияқты. В общем, үйдің шаруалары бүгінгі тема солай. Көкең есік алдына шығып кетті бір шаруалармен. Ыдыстарды жуып болдым. Мына терезе жапқыштар бәрін алып тастап жуып жатырмын. Мына жерін тоже жапқыштарын алып бәрін жуып жатырмыз. В общем, жуылмағандарды жуып орнына қайтадан ілу керек болып жатыр. Мына жерде нан илеп қойғанбыз. Мама 2 табақ нан илеп қойыпты. Біреуі Низаттікі, біреуі Низаттікі білмей тұрмын. Қазір демалып жатыр, болғасын өзі істейтін шығар. Біреу бауырсақ, біреу болмаса мына булочка бірдеңе пісірейін тұрған шығар, білмедім, иә. Ауа райы салқын болып кетті бізде, күн деген. Күн жаман салқын болып кетті. Сіздерде сондай болып жатыр ма? Салқын болып жатыр ма күн? В общем, бір уақытта басым, мына шашым пока күшті болып тұрған кезде жалаңбас жүре тұрайын деп шештім деп қояйын ба. Артынан шашым ағарасын қайта орамал тағып аламын. Не түсіріп ба? Сыртын жұмыртқаны. Папа айтпақшы 3 жұмыртқа алып кел. Бұл неше күннен бері жиналған жұмыртқа екен білмеймін. Мен Атырауға алып кетіп қалдым, оның алдында бір күн. Мен болмай қалдым, 3 күнде сол 3 күн жиналмаған сияқты. Бір жұмыртқаны жарып алып тұрған салып қойдым. 2 жұмыртқа міне салып қоямын енді холодильникке. 3 күнде жиналған болып тұр бір-бірден. В общем, мынау маманың илеп қойған наны салып қойдым, как көтергесін пісіріп аламыз. Біздің үйде қыздар бар. Күзайым, Айзере, ар жақта тағы да Бағдаулет деген болар, біздер жиендер. Қош келдіңдер деп қойып бар. Жуылған занавескілерді қызымқа іліп жатыр. Мына жақта детский садтар жүр. Мияқта Көкең отыр. Мен енді тамақ пісірейін деп жатырмын. Нандардың бәрін пісіріп алдық. Күзайым деген блогер қыз бар біздің үйде тағы да. Күзай, привет. Осындай қонақтар бар. Мама деген жаңа 5 бармақ салып қойды әбетке. Әбет пісірмеймін. 5 өзімен өзі пісе береді. Қазір тек нан илей қоямын ғой. 5 бармақтың бір жақсы рахаты сол да. Пісе береді өзімен өзі. Сол балалар әлі демалып жатыр. Бүгін демалыс күн. Уақыттарыңызды қалай, қайда жұмсайын деп, қайда демалайын деп айтсыздар. Бізде бір андай каток ашылыпты, білмеймін, қыздар соған барғысы келіп жүрген сияқты. Кешке қарай соған барып келеміз ба деп ойланып отырмын. Барып жатсам міндетті түрде түсіретін боламын сіздерге. Зарядка жасау керек, қимыл бірдеңе. В общем, кеттім мен бірдеңе жасайын. Зарядка маған бір нәрсе жасайын. Сіздер айнаның бетін немен сүртесіздер? Көпке дейін күшті болып айғызданбай тұруға. Осыны мен түсірші ме? Түсіре алмай жатырмын. Сен түсіріп отырсың ба? Айнаның бетін немен күшті қылып сүртесіздер? Үй жағдайында айта кетсеңіз. Мынау мына мистер Пропер ме? Не білем мына аты. В общем, мустер мискел ма бірдеме. В общем, ол бітіп кеткен. Ішіне су құйып алған іске. Сосын суға не қосса күшті қылып мынаны кетіреді. Алдына бір жерден интернеттен көріп едім. Ұмытып қалдым соны. Айтып жіберсеңіздер, достар. Күшті қылып, айғыз болмай күшті қылып сүрту үшін. Мына бөлек құттай табақтаған. Мына туатынға бөлек беріп жатыр жемді. Мына екеуін қора өзіміздің тумайтын қойларға беріп жатырық пока. Папа ішіне кіріп кетті. Туатын қойға беруге. Мен мына жерге бір табағын қойдым. Екінші табақ пешбармақ қылып берем бұларға. Екінші табағын. Екінші табақ пешбармақ. Ауырып жатқан болды, толғатып жатыр, тамақ ішпейді. Ей Алла. Бүгін түнде түнмен ұйықтамайтын болдық қой, шеш.
Папа. Добро пожаловать. Өздері біледі. Ал, ас болсын. Тамақтарын кішкене сорпасы көп болып кетті енді. Кешіріп қойыңыздар. Сосын ай, қалса қалар қалған. Сорпа болып ішіп жатыр ғой олар. Сұйықтау болып кетті. Сорпа қылып суын ішіп жатыр. Сосын қою қалғасын қойын жеп алады шығар. Дым қалмайды сияқты. Мынау жалғыз өзі бір табақтан жеп жатыр. Ана үшеуі үш табақтан жатыр. Бөлінсеңдерші екі-екіге. Екі табақтан жеңдерші. Ой, жейбесінші жақсы. Болды енді. Бір сағаттан кейін қарау керек. Тамағын жеп болды ау деген уақытта келіп қарап кетеміз ғой. Бұйырса. Кетті енді үйге барып жуынып шайынып. Кешкі шай беріп тастайын. Сосын бүгін бізде прямой эфир. Ал билет алған достар, барлықтарыңызға сәттілік. Әбден обедтің бешбармақтың нан түсіріп, енді тамақ жейін деп жатсақ, зат келіп тұр, тезірек келіңіз, келіп алып кетіңіз деп жатыр. Соған шығып бара жатыр енді. Бағдадәлет екеуміз соған шығып бара жатырмыз, затымызды алып келуге. Сәлем де біздің достарға. Так, папа машинаны қыздырып қойды. Есікті ұштап жауып алайын. Папа машинаны қыздырып қойды. Күтіп отырмыз. Бәрінің қарны ашып, енді ет жейін деп жатқанда шақырып тұр ғой. Чуть-чуть жарты сағат болғанда күшті өтін етті. Ет жеп алғаннан кейін барғанда. Қарын шұрылдап жатыр. Ал енді қызым мынандай кола алып келді. Пиццамен ішеміз деп. Қалай ішпейсің, айтшы. Бір стакан ішейін енді ет болар. Достар, бүгіндікке Қытайдан затым келді. Соларды распаковка жасадық, киіп қарадық, өлшеп қарадық. Адамдардың заттарын таратып деген сияқты. Біршама жұмыс бітірдік. Қызымыз екеуміз кешкі ужин жасап жатырмыз. Ужин жасап жатырмыз. Әуетте бешбармақ жедік. Колбаса кеспей қойшы. Бешбармақ жедік. Соны енді кешкі сорпасын іше қоямыз. Анeur мен главный қызық нетіп тұрған. Ана алып бір. Ең қуанып тұрғаным, мынауымыз келді. Тамақтың бетін жауып қоятын. Алдынан бері мешокпен жауып бірдемен жауып қоятын. Жақсы болды. Мынаны 500 штук рахат шетінен алып қаптай бересіңдер. Қонақ келгенде бірдеңе алдыңа жасап қойсаң, қаптап қоямыз, холодильникке қаптап сала қоясың да, рахатта. Печенье бірдеңе жасау. Сосын қыздарымызға мен алдында распаковка жасадым, оны әкемнің қайда салатын, қай видеоға салатын, ішінде қандай заттар алғанымызды, утешок өзімізге, камера ұстайтын стойка, тағы бір нәрселер алдым. Өзіме карандаш. Сосын қарғандар кілең, айтпақшы ең күшті несі, аяғымызға киіп, ыссы суға салып, буға салып отырады ғой, мамаға сондай алдым. Кешке қарай салып суға саламыз, көрсететін болам, ең күштісі сол сияқты меніңше. Рахаттанып суда буланып, терлеп, тер шығарып отыратын. Болды, қалған бәрі клиенттердікі. Сол кешкі енді көреміз, қағыдан ет жүреміз. Сіздерге көп рахмет. Эфирге шығалсақ, бүгін эфирге шығатшамыз эфирге. Бұл бізде подготовка, дайындық, коробкалар. Неге деп ойлайсыздар? Достар, жаза кетіңіздер. Не үшін коробка деп ойлайсыздар осындай? Астына комментария жаза кетіңіздер. Коробканы не үшін әкеліп дайындап қойып отырық.